Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бүгін біз польский торт карпатка дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен суымызға майымызды салып, астын отқа қойып, жай қоямыз отқа, және де ерігенше араластырып тұрамыз. Ерігеннен кейін үстіне ұн салып, тағы да араластырып аламыз. Неке араласып, осындай заварной тесто болды. Оны ыдысқа салып, суытып қоямыз. Сәл суығаннан кейін жұмыртқаны біртіндеп саламыз. 3 жұмыртқаны бөлек-бөлек бірінші араластырып аламыз. Потом екіншісін салып, солай біркелкі масса шығарып, қамырымызды жасап аламыз. Одан кейін осындай табамыздың ішін майлап, үстіп қамырымызды салып аламыз. Қамырды екіге бөліп, 2 рет пісіріп аламыз. Енді қамыр піскенше кремін дайындайтын боламыз. Менде заварной крем. Заварной крем керек. Ол үшін тұқымға песогымызды салып, оның үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей. Енді астын жай қойып, отқа қойып, осылай біркелкі араластырып аламыз. Жұмыртқасы пісіп кетпес үшін үздіксіз араластырып тұрамыз, және де сүтімізді үстіне құямыз. Сүтті біртіндеп құямыз. Мінекей. Сүтімізді полный құйып, араластырып жатырмыз. Енді біркелкі қоймалжың болғанша араластырамыз. Менде қою масса пайда болды. Енді оны алып, суытып қоямыз. Су үшін үстіне пищевой пакетті осылай жауып қойдым. Міне осындай мені тестамнан 2 түрлі қамыр шықты, коржық шықты. Енді кәдімгі обычный сливочный майды комнатный температурада миксермен араластырып, жақсылап, үстіне жаңағы заварной кремімізді құйып, тағы да онымен бірге араластырып, біркелкі крем шығарамыз. Мінекей осындай әдемі крем пайда болды. Енді тортымызды жинаймыз. Жаңағы пісіріп алған осындай домалақ формамызға қамырымызды бірінші салып, оның үстінен кремді полный құямыз, барлығын үстінен құямыз. Үстіп біркелкі қылып салып аламыз барлығын. Мінекей осындай әдемі болды. Енді екіншісін үстіне қоя қоямыз. Осымен біздің карпатка тортымыз дайын. Полный дайын болу үшін холодильникке обязательно 4 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде әдемі торт болады. Неге 4 сағаттан кейін мен алдым формасын, үстіне сахарный пудраны сеуіп, уже жей беруге болады. Рецепті өте қарапайым, үйге қонақ келгенде де пісіруге өте ыңғайлы, продуктасы доступный сіздерге. Осындай керемет тортты менің рецептім бойынша дайындауға кеңес беремін. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоны көру үшін уведомление кнопкасын басып қойыңыздар.
міне кескенде де іші осылай біркелкі болып әдемі болады. Шаймен ішуге өте күшті.